өлең жазу сіз үшін өнер ме, әлде бір белгілі миссия ма? Шыны керек, по заказу дейміз ғой, жасыратын жоқ. Шын мықтыға тұсау жоқ дейді ғой. Бірақ мен жарытып өлең шығармайтынмын. Өнер адамдары саяси пікір білдіру керек пе? Мына жерді монтажда жібересіздер, иә. Ассалаумағалейкум ардақты көрермен. Бүгінгі біздің руханият атты бағдарламамыздың қонағы танымал ақын, мәдениет саласының белгілі өкілі, Қордай аудандық мәдениет үйі директорының орынбасары Елдар Боранбек мырза. Елеке, қош көрдік. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалам. Мына Елеке, ел ішінде шығыстың 7 жұлдызының бірі Ғавизге әйгілі Әмір Темір, ақыны әкімін іздеген ел бақытсыз, әкімі ақынын іздеген ел бақытты деп айтыпты деген сүбелі һәм сүйкімді сөз бар. Әрине біз әкім емеспіз, дегенмен адамзат баласын мәдениет пен өнерге, білім мен ізгі ниетке, рухани бостандыққа, мейірімділік пен әділеттілікке жетелейтін үлкен бір құдірет күш бар. Ол күш руханият деп аталады. Сондықтан да бүгінгі руханият атты бағдарламамыздың ең әуелі, тұңғыш, ең алғашқы қонағы өзіңізсіз. Олай дейтін себебім, халық жазушысы Шер ағаның атымен аталатын руханият және тарихтану орталығы биылғы, яғни жылғы жобаларының бірі осы руханият бағдарламасы. Сондықтан да руханият бағдарламамызға қош келдіңіз деп айтамын. Рахмет, Мәке. Енді Елеке, мына бүгінгі сұхбатымызда бір сүбелі сұхбаттар құрып, руханият шеңберіндегі бір еркін әңгімелесіп, өңірдегі әдебиет, мәдениет, тіл мәселесіне қатысты біраз әңгімелер өрбітіп, ой, пікір бөлісеміз деп ойлаймын. Ендеше, құрметті көрермендер, біздермен бірге болыңыздар. Ал енді Елдар мырза, алғашқы сауалымыз өзіңіздің өскен ортаңыз, туған жеріңіз, отбасыңыз тұрғыдан бастасақ. Рахмет, мен осы үлкен бағдарламаның осындай киелі қара шаңырақта жаңадан тұсауы кесіліп жатқан бағдарламаның тұңғыш қонағы шақырғандарыңызға. Мен өскен жер Талас ауданы, қазіргі аты Тамабек ауылы, бұрынғы аты Амангелді болып аталатын. Сол ауылда туып өскен, қарапайым отбасыда ата-әженің тәрбиесін алып өскен. Енді біздің отбасы ақындар мен жазушылардың әулеті, мұқым қазақ білет деп айтсам артық айтқандық емес. Айдар атадан тараймыз. Сол Айдар атадан Шорабек Айдар, ең басы жаңағы өзіміздің Ниязбек атамыздан Рафаэл Ниязбек марқұм жазушы, батыр атамыз Шорабек Айдар, Асқарбек Айдар, солай кете береді. Сол көкелеріміз айтады, жеті ақын, жетінші ақын сен болдың ғой деп. Одан кейін қазір Аят Бәтей деген інім, менен кейін шыққан, осы біраз мүшәйраларда топ жарып жүр. Асқарбек Айдаровтың көкеміздің баласы, менің бауырым. Сондай мынау осы айтыс саласында өзіндік қолтаңбасы бар Олжас Отар ағамыз да жиен болып келеді бізге. Сол Айдар атамыздың бір ұрпақ қызының баласы ғой. Сол қарапайым ауыл алпыс түтін деп, алақандай алпыс түтіні бар деп аталады. Енді бірақ соншама көптеген ақын жазушылар, журналистер шыққан. Сонау тарихи деректерге сүйенсек, жаңағы анамның тілі, айбыны үні деп жырлап кеткен Шонас Маханұлы атамыздың өзі сол біздің ауылдағы, ауылдың шетіндегі кішкентай ғана Тайтөбе деген төбеде қара шаңырағы болған деп айтады. Сол кісіден бастап жаңағы бұрынғылардан сол Серік Томан көкеміз биыл ағымдағы жыл 70 жылдығы тойланайын деп жатқан көп қой. Жаңа Рафаэл атамыз, Жорабек көкеміз, Көсемәлі Сәттібайұлы ағамыз, Азамат Есалы ағамыз, бірқатар. Енді мен қазір шетін ғана айтып отқан шығармын. Айбербек Қонысбаев көкеміз, прокуратура саласының ардагері, детектив жазушы, Сібедегі Сойқан Зауыл кітаптарының авторы. Сол сияқты көп. Енді ол кісінің ұлы бар, Олан Қонысбаев, атақты футболист. Көсемәлі Сәттібайұлының баласы бар, Олжас Сәттібайұлы,
боксшы. Сондықтан да ел аузында ақындармен қоса баталардың да ауылы туған жері деп айтады. Енді сол ауылда туып өскеннен кейін сол топырақтың перзенті деген атқа лайық болайық деп кішкентайдан жүрген жайымыз бар. Енді оны ел біле жатыр. Атақты ақындар мен жазушылардың топырағынан сіздің де кіндік қаныңыз тамған екен. Сол аға буынның ізін жалғап келе жатқаныңызды біз талай білеміз, көріп жүрміз. Енді Ереке, мынау қазақта сөз бар ғой, қол өнері кілемде, сөз өнері өленде деп. Мына жалпы поэзияға келуіңізге не түрткі болды? Енді бала кезде жігіт сұлтаны сияқты байқауларға қатысып жүрген кезде мен өзім шимақтап бірдеңе жазатынмын. Бірақ айтып жатырмын ғой, біздің ауылда Асыл деген апа болды, марқұм кетті ол кісі. Сол әже маған жақсы шығарып беретін. Сонда қазір қарап отырмын, Ертқұл деген Сәрсенбей көкеміз бар, ол кісі завклуб болатын. Сол кісі шығаратын. Сонда көп қой. Енді бәрі сонда қолына қалам ұстаған кісінің бәрі жазады ғой ауылда. Кейін бертін келе осы көкелердің шығармаларын оқи бастадым. Мен көбіне Сібедегі сойқанды оқитын жігіт жағымда. Рафаэл атамыздың әңгімелерін оқимын, Серік Томановтың өлеңдерін мен кішкентайдан оқимын. Сол кезде біздің ақынымыз деп сөйтетін мұғалімдер. Бірақ мен жарытып өлең шығармайтынмын. Мен қазір де білмеймін, оны ел білетін, мен ақын емес шыны керек. Сол кездерде әйтеуір жазып жүретін, бірақ енді бір жарытып жазғандарым сол студент шағымда ғой. Өйткені сол кезде мен көп әдеби кітаптарды көп оқыдым. Сол кезде мен білдім, жаңағы адам бір нәрсе беру үшін бір нәрсе ішке қабылдау керек, онсыз болмайды деген. Студент шақтарда сол біраз мүшәйраларда топ жардық. Соның бәрі оқумен, ізденіспен келген. Енді анау бір Дінмұхаммед Ахметұлы Қонаев атамыздың сол біздің елге келгенде ол кісіні білесіздер ғой енді. Сол туған топырақ, таластың топырағына келген кезінде сол осы ойық жерде келіп жатқан кезде Мұхаммеджан Тазабеков ағамыздың бір арнауы бар. Нар түйе болса егер ақындардың жолында дей алмаймын жүк қалады, ойықта Қонаевтай ұлдар тусын, ойықтарда Қонаевтай ұлдар тусын, ата аунаған жерінде түк қалады деген. Сол бізге сол ізденіспен қатар сол ата аунаған жердің түгі болған перзенттердің бірі шығармыз. Біздің киелі топырақтың, сол тәрбиенің, ата әженің, үлкендердің ақ батасы, солардың тәрбиесі, сол табиғи иіс, ол иіс деген жаңағы әдеби иіс, сол алақандай ауылда сол бізге әсер етіп санаға сіңген шығар деп ойлаймын бала кезімізде. Бәрекелді. Мен жазбаймын өленді ермек үшін деп атақты Абай Құнанбаев атамыз айтқандай, бұл өлең жазу сіз үшін өнер ме, әлде бір белгілі миссия ма? Егер де мен миссия дейтін болсам, марқұм Рафаэл Ниязбеков атам көп айтатын, ол кісі мені қатты жақсы көрді. Көз түрсінде жиі айтты, сен менің ізбасарымсың, көп жаза бер, жаңа қолыңды жаттықтыр. Спортшылар мысалы күнделікті тренировкасын жасаса, сен сияқты сен де сол жазар адамда қолын күніге 2 шумақ өлең болса да жазып, қолды суытпай, миды алшақтатпай, сол әдеби аурадан жаза бер, жаза түс дейтін. Мен соны жасаған болсам миссия деп те айтар едім. Енді олай болмады, әрине бәрімізде сол жалқаулық бар, басқа қотырлықтың қанаты. Сонымен енді өнер, өлең деген өнер ғой. Мен өнер деп қараймын. Әлі де кейде бір зауқым соққанда жазып қоямын, бірақ бұрынғыдай көп емес. Түсінікті. Мынау енді Елеке көбінде осы мынау руханият орталығы болғандықтан бізде мынау ақын жазушылар көп топтасып жататынын өзіңіз білесіз. Әртүрлі іс-шараларда бас қосып жатады. Сонда мен кейбір кезде естіп қаламын. Жаңағы ақындар мен ақындар, я болмаса жазушылар бір-бірімен сөйлесіп жатқан кезде қазір менің шабытымның күйі болмай жүр. Енді бір айтып жатады, шабытым келіп қазір түнімен отырып бұрқыратып жазып жатырмын, айтып жатырмын деп жатады да. Енді Елеке осы шабыт деген ұғымды сіз қалай түсінесіз? Жалпы сізге қалай және қашан келеді бұл шабыт деген өнер адамдарына, әсіресе поэзия әлемінде қалам сүйкеп жүрген ақындарға? Енді мен бұны былай істеу керек, былай істеу керек деп айтатын адамдардың қатарында емес. Мен өзім мысалы толғанып, ойланып, ізденіп, болмаса шыны керек по заказу дейміз ғой, жасыратын жоқ.
сол тапсырыспен де жазамыз, жазбайды емес, бәрі жазады. Мгм. Толғанып шығарған, сол ойланып мен осы тақырыпта міне осындай түгенше жылдық келе жатыр, осы кісіге арнау жазайын деп шығарған шығармалар да сәтті шыққандар бар. Мысалы Мгм. сол бас жүлдені алып, және жаңағыдай бір белгілі бір кісімен әңгімелесіп қалып, сол әңгіменің жетегінде ой туып, ойдан ой туып, ол ойдан шабыт шығып, бір құйылып келіп тамаша бір өлеңге ұласқан кездері де болды. Болды. Иә. Мгм. Сондықтан ол шабыт деген нәрсені де жоққа шығармаймын. Ізденіп еңбектеніп оқи отырып арнайы бір нәрсеге жазу, арнау жазу, ол кезде де сәтті шығатындығын мен жоққа шығармаймын. Мына елеке енді табиғи талантымен талайлардың жүрек қылын шертіп, поэзия әлемінің сардары атанып жүрген өлең иелері қай кезде де, қай елде де, қай кезеңде де болған және бола бермек. Енді қазіргі заманда поэзияның рөлі бір белгілі бір деңгейде өзгерді ме, өзгеріске ұшырады ма, әлде сол бұрынғы сара жолдан ауытқымай сол үрдіспен жалғасып келе жатыр ма? Бір өзгерістер бар ма мынау заманауи? Иә, ол мен көрем ғой, жаңағы айдың астындағы түтін деген сияқты бір теңеулер, жаңағы Мгм. қалай дейді, бір аңыз ба, бір мистикалық па, қалай өзі бір өзінше бір жанр, сондай дүниелер бар екен. Жаңа шетел ақындарында да бұрын сол көп оқып жүрген кезде бір түсінбейтін сондай өлеңдер, ақ өлең дейді ғой. Осы не деген кезде бұрын сол Асқарбек Сейілханов ұстазым айтатын, олар ақ өлең ғой, олар енді Абайда да болды ондайды, бірақ Абай атамыздың өлеңдеріне ұқсамайды, бір Мгм. басқаша жаңағы табиғатқа тіл бітірген. Енді дұрыс қой, табиғатты суреттеп өзіміздің мына Қуандық ағамыз да жазды ғой осы жер. Бірақ бұл кісілердікі басқаша, кез келген жанды жансыз зат, зиянды зиянсыз зат тіл бітіп сөйлеп жатады, сонымен сырласып жатады. Сол басқа жанр деп ойлаймын мен өзім, бірақ оны оқымаймын ондай. Енді бізде жаңағы тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп тегіс жұмыр келсін айналасы деп Абай атамыз айтты ғой. Ол кісінің айтып жатқан шумақтары сол Мұқағали атамыздың өлеңдері, кәдімгі қара өлең ұйқасы, арасында кезекті ұйқасы бар. Ол ұйқаспен Серік Томанов көкеміз қаншама мысалы жазған. Мынау Бақыт Беделхан, Ақберен Елгезек ағалардың да жазғандары да сол Ақ жүрекке өлең жылы тиетін Мгм. өлеңдері бар ғой. Бәрі сондай ғой негізі. Ал Мгм. тік жаңағы кілең бір жаңағы прозаға ұқсайтын өлеңдерді не қылып қалам, көріп қалам, әйтеуір өзіндік оның да бір жаңағы бағалайтын, саралайтын ортасы бола ма, қатты бағалап жатады. Мен оны былай деп айта алмайды екенмін. Егер мен түсінбесем, ол менің өзімнің деңгейімнің жетпегендігі шығар деп ойлап жүргем. Бірақ бірқатар кісілер де соны түсінбейді екен, сөйтсем үлкен кісілер. Атын айтпай ақ қояйын. Енді мынау елеке жаңағы заманауи өзгеріске ұшырады ма деп жатқаным, қазіргі уақытта мына әлеуметтік желілерде екінің бірі поэзия оқып, поэзия айтып жатады. Әсіресе мынау өзінің шығармаларын, осы поэзияны оқып жатады да. Осы мынау әлеуметтік желіде өзінің поэзиясын оқу, бұл кез келген ақынға мүмкіндік пе, әлде бір поэзияның жеңілдеуі ма? Жалпы енді ол әлеуметтік желінің қазіргі дамыған заманда мынау бүкіл мекеменің жұмысы, атқарылып жатқан үлкен шаралар болсын, шығармашылық дүниелер болсын, кез келген нәрсе әлеуметтік желіде жаңағы салынып, оған жаңағы халық баға беріп жатқан уақыт болып тұр ғой қазір. Сондықтан ол өзінің шама шарқы келгенше, ол қай деңгейде болсын болмасын, ол әлеуметтік желіге салып жатса несі бар, есесіне халық береді ғой бағасын. Салып жатқан дұрыс шығар. Сонда бәсеке де пайда болады, ол да біледі. Қоғам қазір екінің бірі осы әлеуметтік желіде ғой. Сол жерде өзі ой таразыға салынып, өз деңгейін автор да біледі деп ойлаймын. Енді елеке мынау қазір бірнеше кісілерден естіп қаламыз, поэзия, бұрынғы поэзия жоқ деп. Қазіргі мынау қазақ қоғамындағы дәл осы уақыттағы поэзияға көңіліңіз тола ма өзіңіздің? Иә, мықты ақындар көп қой. Шығып жатыр, иә, жақсы. Иә. Көп. Мен біздің мынау замандастардың ішінде енді 5 жас бел құрдас дейді ғой, арысы бар, берісі бар, менен үлкені бар, кішісі бар. Көп қой, мықты жазады. Оның ішінде өзіміздің мынау бауырымыз Нұржан Қадірәлі қалай керемет
Құрбанәлінің өлеңдерінде сүйсінуім шыны керек. Наурызбек Саршабұрын қалай жазған, мысалы солардың бәрінің мықты ғой поэзиялары, теңеулері сондай. Енді тағы бір осы орайда бір сауал келіп тұр Елеке. Жаңа өзіңіз айтқан бауырыңыз артыңыздан ізіңізді басып келе жатқан ініңіз Аян Бәтей. Аят Бәтей, иә. Жаңылмасам, былтыр бізде жылда дәстүрлі түрде өтетін шынның жүзі шер атты байқауда сол жас ақын бас бәйгені алды. Осы ақын сізбен бір кеңесіп, сізден бір бағыт бағдар кеңесіп, ақыл сұрап отырып, ол да бір туа біткен дарынымен өзі жазып жатыр. Көкем кеңес беретін шығар, Асқарбек көкем. Ол кісі келген кезде біз бірінші үйге келсе, сол жалпы осы төңіректе Тараздың айналасында осы елге келсе Жорабек көкемізде, Асқарбек атам да осында, ол кісілер бәрі атаға сәлем береді. Бірінші Жорабек көкемде келсе, соны Алматыдан. Сол Асқарбек көкем әсіресе көп ақылдарын айтады, екеуміз кеңесеміз енді шыны керек. Бұрын әсіресе көп уақыт, көп жаңағы жастанып әңгімелесетінбіз. Ол кісі ақылын айтады, мен пікірімді айтамын. Ал Аятты сұрайтын, сұрамайды емес, аға мынау қалай, былай қалай, сабағын сұрасамыз, қал жағдайымыз бар. Бірақ енді сен мынаны былай жаз, мынаны былай жаз деп бір өлең турасында, өнер турасында бір техникалық бағыт бағдар бермеппін. Енді өзінің ұстазы, көкесі, әкесі дәл қасында ғой. Бәрекелді. Енді мына Елеке осы... Оның үстінде біз енді мен көбіне жұмыстан сырттан, қазір өздеріңіз білесіздер, 2 жыл болды Қордайда, осы қызмет тура 2 жыл болды, осы 11 ақпанда Қордайда сол қызмет бабымен сол жаққа кеттім. Қазір енді тек шаруа қамдарымен келіп сирек қана өңірге келіп тұрасыз. Жақсы. Жалпы Елеке, сіздің енді мен біраз поэзиялық өлеңдеріңізді оқығанмын, өзіңіз білесіз. Көп өлеңдеріңіз осы өңірдің, яғни әулиеаталық жас ақындардың жинағына да енді. Сондай-ақ өзіңіздің жастық жыры атты жыр жинағын шығардыңыз, иә? Тырнақалып еңбегіңіз қабырғасында, иә. Енді одан бөлек сіз осы облыстық, республикалық бірнеше әдеби жыр мүшәйраларының жеңімпазы болдыңыз. Енді осы әдеби байқаулар мен додаларда әділқазылар бұра тартып, әркім өз адамының сәйгүлігіне жүлдені бергісі келеді деген сыбыстар мен пікірлер көбі айтылып жатады. Біреулер рас, осындай әділетсіздіктер жиі орын алады деп мұң шағады. Енді біреулер көпірме езулердің ермегі ретінде айтқан бос сөз деп пікір білдіріп жатыр. Сіздің ойыңызша осындай бір әділқазылар тарапынан, я болмаса бір таныс тамырлардың тарапынан бұра тартқан кездер болды ма осындай жыр додаларында? Шынымды айтсам, ондай болмапты. Негізі таяқтың 2 ұшы бар ғой. Ондай нәрседе қоғамда болғандықтан да ел арасында сондай сөз жүрген шығар. Бірақ көбіне қазір мен өзімде мәдениет саласында қызмет етіп келе жатқаннан кейін білем, шерде ол шын мықты болса дара шабу керек қой. Мен мына өзімнен кейін өсіп келе жатқан Батырхан Боранбектен айтам, сен ол көбінен жас қой, қазір энергиясы тасып тұр, мынау республикалық додада былай болды, бұра тартты деген кезде мен айтам, сен шын мықты болсаң бір круг артқа тастап шап, дара кел, ешкіммен талассыз кел деймін. Сенің ойың тек қана бас бәйгеде болу керек, басқа сенде миссия болмау керек, мақсат болмау керек. Осы тәрбиені бізге сол университет қабырғасында менің ұстаздарым, мен осы мәдениетте оқыдым ғой, мәдениет және кафедрасында. Маған менің төл ұстазым деп айта аламын Жүніс Әлімбек. Өйткені сол мен 3-4 курс оқып жүрген кезде сол кісі бізге мұғалім болып келді, біз бітіргеннен кейін бітіріп жұмыс бабына байланысты кейін ұстаз қызмет атқарған жоқ. Сол кісі осы поэзияда көп маған дүние үйретті, қалай оқылу керек, қандай жұмыс жасау керек сахнада. Сосын Асқарбек Сейілханов өзімнің ұстазым. Ол кісілердің бәрі қазір мүйізі қарағайдай театрдың ардагер актерлары болып тұрып орын алатын. Сол кісі айтатын, Елдар, сен талассыз келуің керек, бәйгеде талассыз келуің керек, сонда ешкімге ешқандай мүмкіндік қалдырмайсың. Енді есімде жоқ, бір жағдай болды, бір емес, 2 жағдай болды, еске түсіп жатыр жай-жай. Осы төңіректе болған негізі.
өзім түсінбей қалған, бұл қалай бұл деп, енді атын айта алмай ақ қояйын. Сонда жаңағы қазылық еткен өзімнің іргемдегі жүрген жаңағы басымыздан сипап тұлымыздан тартып жүрген кісілер еді. Атын айтып түстенбей ақ қояйын. Сондай жағдай болған, өзім таңқалып қалғанмын енді аха. Сол мейлінше сондай сөз болмас үшін, сондай атқа қалмас үшін тоқтамай шабу керек қой, сынбау керек. және ол енді қоғам болғаннан кейін енді қаншама іс шара болады, қаншама мекеме бар. Мысалы бір мекемелер болады, ол өзі жасаған іс шараның атына, өздері жасап жатқан осындай дүниенің атына кір келтірмес үшін, соның атындағы іс шараға жаңағы сын келтірмес үшін таза әділ, жаңағы тура биде туған жоқ, туған биде иман жоқ деп әділ өткізгісі келеді. Ал енді кейбір жерде ол әділ өткізгісі келгенмен, кейбір жаңағы өзім айтатын сөз бар ғой, біреудің ошағының отына өзінің басын үйітіп алыпты деген. Сол сияқты сол мүшәйраны, сол жаңағы доданы пайдаланып жаңағы қазылық қылып отқан кісілер кішкене туралықтан тайып, былай қарай шеңберден шығып кетіп жатқан нәрселер де бар ғой енді. Жоқ емес. Оған не айтасың енді? Оған сынбау керек, қайта дәлелдеу керек. Өйткені біздің кішкентай алақандай ғана тараз ғой. Ол адамдар бір-бірінің алдына келеді, ол шәкірт ертең ана жаңағы қазының алдынан шығады. Ол өмір осы дүниеде бәрін көрсетіп қояды. Мен соның бәрін көріп келе жатырмын, шыны керек. Сондықтан алақандай тараз, міне қанша біз өзіміз осы айтыс өткізген жер, небір тарланбоздар осы жерде отырып сұхбат құрған жер, сүбелі сөздер айтқан жер. Біз мұндағы адамбыз ғой, былайша айтқанда, үлкендердің тілімен айтқанда. Әрине. Сода енді қазір келіп қанша жылдан екеуміз отырып, мысалы, қандай әріптес болдық осы өлкеде. Біз әлі осы өле өлгенше осы алақандай таразда егер еңбек етеміз десек, осы кішкентай жаңа Ақтөбеліндей ғана азғантай осы мәдениет саласында талай жолығамыз бұйырса. Сол үшін таза істеңіздер, құрметті қазылар да, құрметті жас өрендер де, менің достарым. Бәрекелді. Қателеспесем, осыдан бірнеше жыл бұрын сіздің тіл туралы бір ғажап өлеңіңізді оқығаным бар еді. Есімде сол. Мүмкін болса сол өлеңді қазір осы жерде оқып берсеңіз. Оқып берейін. Былтыр сол үстіміздегі жылы 2025 жылы осы облыстық мүшәйра болды, жас ақындар мүшәйрасы Мерке ауданында. Сол мүшәйрада бас жүлдені әперген осы өлең болатын. Енді бұл шынында да тура айтып тұрсыз, 3-4 жыл болып қалды ғой, 3 жыл шығар шыққанына. 3 жыл болып қалды. Оқып берейін, сол өлең сөйлесін. Жақсы. Тілім менің қасиеттім, қастерлім, тілсіздердің жанарынан жас көрдім. Бай шұрайлы әдебиетім тұрғанда шүлдірлеген сөзін қайтем бас келдің. Тілім менің қуатым мен жігерім, тіршілікте сүйенерім, сүйерім. Мен өзімді кие тұтам ғаламда демім бітіп, тоқтағанша жүрегім. Ана тілі алмағайып заман дәр, болып жүрген саған, маған, оған жар. Құрметіне бөленеді Құдайдың ана тілін ардақтаған адамдар. Қазақша сөз сенен ақы сұрай ма? Өзге тілде сөйлеу әлде ұнай ма? Біле білсең, анаң сені тапқанда шүкір деген қазақ тілде Құдайға. Ана тілін ардақтаңдар ағалар, тіл жоғалса, рухыңда жоғалар. Біз күмілжіп сөйлеп тұрсақ мінберден, келешегі жастың қайтып оңалар. Уа Тәңірім, жар бола көр жаратқан, текті ұлдарға шапағатын таратқан, тілімізді кемсітпейік заманда, тұлпар қалып, есек озып баратқан. Бәрекелді. Енді осы ұлттық идеологияны өнер арқылы қалыптастыру дұрыс па? Дұрыс қой. Енді ол өнер руханият қой, өздеріңіз айтқандай. Осы өнер арқылы тәрбиелейсің. Оның ішіне театр жатады. Мысалы, осындай іс-шаралар жатады, кино жатады. Бізде кино қалай өте қарқынды дамып келе жатыр. Қазіргі мен бір нәрсеге мен риза болам. Біздің қазақ киносы дамып келе жатыр ғой. Қатты дамып келе жатыр. Мынау осы қазақ киносының прайм эрасы деп жатыр ғой, енді жаңа дәуірі басталды деп жатыр ғой сол сала мамандар. Мен сонымен толық қосыламын. Енді мен осыған айта аламын, өте біз кинода енді шынымен. Енді бізде енді осыдан 3-4 жыл бұрынғы статистикада мен білетінмін, сол өнерге жатады ғой, каскадерлық топ, намат каскадерлық топ, Жайдарбек Күнғожинов ағамыз бастаған. Әлемдік деңгейде сол 2-ші орында екен. Сол сияқты енді біздің киноларда миллиондар емес, миллиардтап жинап жатыр ғой қазір. Қазір кинотеатрға барсаңыз, жұмыс күні орын жоқ.
ертерек барып билет алмаса, ол енді сапаның дұрысталғанынан деп айтамын. Енді біреулер айтып жүр, осы мәдени өнім, кино, музыка, театр саяси идеологияның құралына айналып кетті деп пікір білдіреді. Бұл бір енді жаңағы еркін, өзінің жаңағы еркін форматта түсірілім, жаңағы еркін жағдайда көрсетілмейді. Бәрі ана бір саяси қалыптан шықпайды дейді да. Иә, яғни бар ондай фильмдер көп қой. Сол еркін, жаңа қысқа метражды сериалдар 25-30 минуттық, мысалы прокурор деген сериал әлі күнге дейін біте алмай жатыр. Екі жарым жыл асып кеткен шығар шыққанында. Мықты жігіттер ойнайды. Жаңағы біздің қоғамның осал тұсын көрсетіп жатқан дүниені ашық жариялап тұр ғой, олар ойдан шығармайды ғой. Сәке деген киноны көрдіген бәріңіз білесіздер. Ол да жаңағы жарты сағаттық. Яғни сондай киноларға неліктен шектеу бар деп отырсыз ғой, иә? Енді олардың да арасында кейбір енді мынау жаңағы айтады ғой, боғауыз сөздер көбейіп кетті. Екі сөздің бірі боғауыз, көше тіліндегі сонау бір 90-шы жылдардағы дүниелерді бір бұрынғы бір ностальгия сияқты сағынама, бірақ соның бірақ қаралымы көп. Сол боғауыз сөзін азайтса жақсы болар еді. Әйтпесе басқаның бәрін мен тіпті ойланам да, қандай кинолар болып жатыр. Мысалы анау біздің Шымкентте көп мынау театрлар, жаңағыдай частный театрлар, өте анау ерлі-зайыпты актерлары бар, көптеген анау Қызыл диплом, Ақша деген киноларды түсірді. Қандай тәрбиелік мәні бар, жақсы ойнайды, таза ойнайды, жасандылықсыз. Сондай киноларды керісінше бітемей, шектемей, мынау көгілдір экранға шығарып, анау жаңағы 1 сағаттық бүгін өлсе ертең қайтып тіріліп кететін, онымен үйдегі үлкендер ұрысып отыратын сондай сериалдардан гөрі сондай жастарға тәрбие беретін кино жетеді қазір ютубта. Қазір бір аптада 1-2 кино шығып жатқан шығар, көріп үлгере алмай қаласыз. Содан кейін үлкендердің тарапынан андай пікір бар, көп сынға ұшырайды солар. Бір жеңіл деп, енді бізде комедия жанры қатты дамып жатыр ғой. Бірақ өткенде 37 деген киноны көрдіңіздер. 37 деген өте мынау Шам театрының актерларының ойнауымен өте бөлек енді. Анау оны көру үшін жай көрмеу керек оны. Қасыңа соны сараптайтын, саралайтын жолдасыңды ертіп, досыңды ертіп барып көретін және сыртқа шығып талқылайтын дүние. Сондай кинолар қазір көбейіп жатыр. Демек Елеке, қазір қоғамда мынау өнер адамдары, мәдениет саласының адамдары қоғамға үлкен әсер етіп жатыр, иә? Етеді ғой. Себебі ол, мысалы, мен өскен Еркебұлан Дайыр болам дейтін жастар жоқ емес, бар. Дәурен Серғазин сияқты болғым келеді дейтін өнерде қаншама жігіттер бар. Сол сияқты ойнағым келеді, анау Түгенше сияқты поэзия оқығым келеді дейтін. Бұл айна ғой. Олар сосын жаңағы подкасттар береді, подкаст көреді ғой қазір бәрі жастар. Бәрі кәдімгі. Енді мен қуанам сондай жігіттердің барына. Мысалы жаңа Еркебұлан Дайыр қателеспесем 24-ші жылы ойын өнер барысында өз салмағында жеңімпаз атанды. Мысалы былай қарағанда білім де бар, өнер де бар, енді деңгейі үлкен адамдар ғой. Бұл жаңағы бір әнші жұлдыз болып еді кеше, бүгін кеп кино шығарады, оның айналасында өңшем жаңағы өзінің лицосы үшін түсетін адамдар емес. Бұлар кәдімгі өзіндік деңгейі үлкен, мықты актерлар ғой. Осыған осылардың фильмнен көріп, соның ішіндегі жаңағы махаббаты бар, досқа деген адалдығы бар, сосын жаңағы билікке деген пікірлері бар. Мен солай болмайтын ем, мысалы, десе ше, осындай болмағын, мысалы, Қайрат Әділгерейдің хотя бы кинода екісінде ма, енді соны мысалы біреулер жамандайды да, хотя бы кинода бірінде, екісі, үшінде көрдім ғой деймін. Үшеуінде көрдім аха. Ол таза, ең болмаса кинода деп тұр ғой. Ең болмаса кинода біз сол пәрені алмайықшы. Соған жемқорлыққа жол бермейікші. Ең болмаса сол мен жаңағы
өз жазамды алайыншы, мен тәубеге келдім, анашым кешір деп аяғын құшақтап сүйеді, бірақ ол түрмеге кетеді хотя бы кинода дейді. Ең болмаса осы қанша осы зарлап жүр, жемқорлыққа жол жоқ деп, бірақ бітпейді жаңағы жауыннан кейінгі шыққан саңырауқұлақ сияқты сол жаңағы жемқорлар мысалы. Ең болмаса кинода солай болсыншы деп тұр ғой. Одан не қандай бір саяси бір асты мен түсінбеймін. Қайта түптеп келгенде мақсат бір емес па? Жемқорлыққа жол жоқ деген әлде тек қана плакат болды, ілінетін баннер ма шығар? Сол жерде анық көрініс тапқан ғой сондай нәрселер. Жаңа қазақтың кеңпейілділігі, ағаңның үйі ақжайлау деп досы анау жаңа Таиландта күтіп алады, алдына пілдің басын қояды, пілдің ба жаңа крокодилдің басын қояды, аналарға жаңа қазақша ән тыңдатып жатыр. Қазақтың қонақжайлығын қазақ шетке шықса да, шетелде жүрсе де ол қазақ, өзіне тән паңдығы бар, тәкаппарлығы бар, менмендігі бар, өзіне тән салт дәстүрін көрсетіп отыр дегенді көрсетіп отыр. Білмеймін сол саланың мамандары қандай одан бір не іздейді. Мен шын жүректен күлем, қуанам, және сол адамдардың шеберлігіне мен ризамын. Жаңа Олжастың да, жаңа Дариға Бадықовамен түсіп жүр ғой қазір, деңгейі бөлек, ол әнші болса да мықты әнші. Мен олардың жеке өмірінде шаруам жоқ, бірақ олар осы өнерде өзіндік қолтаңбасы бар мықты адамдар. Мысалы Дариға Бадықованы айтады, осындай қазақ әйелдерін бір басқаша көрсетті, болмаса бірне, ол ауылдағы шынайылықты көрсетіп тұр. Ол бүкіл қазақ әйелі сондай деген сөз емес, тура тірі көрсетіп тұр ғой өмірдегі. Енді ол жасандылық жасамайды ғой, сол шынайылығымен де әкеп тұр ғой. Қазақ киносына осы кино деп қатын етпей ақ қояйын, ренжитін шығар тағы үлкендер, ана бір кейбір сала сардардары сұмдық. Енді осы комедия саласында жаңағы өзі бір жаңа бір жанр алып келді ғой, жаңа өзіндік бір қолтаңбасын алып келді ғой жаңа Дариға. Жақсы, Ереке. Ереке енді кетем тек кино туралы болсашы. Мынау шығармашылықта енді бұған дейін де облыс орталығында қызмет еттіңіз ғой, бірге әріптес болдық. Қазір енді 4,5 жыл қызмет еттім облысқа. шығысымыздағы Қордай деген үлкен ауданымыз бар. Осы ауданның үлкен мәдениет үйінің директорының орынбасары қызметі сіз 2 жылдан бері, қателеспесем. Осы басшылық қызмет шығармашылығыңызға бір қандай да бір кері әсер етіп жатқан жоқ па? Қиындықтар мен кедергілер жоқ па? Жоқ, ешқандай кедергі жоқ. Өйткені соңғы кездері кішкене анау поэзия әлемінден төбе көрсетпей бара жатқанын аңғарып отырғандықтан айтып жатырмын. Енді бағана айтып отқан мүшәйраның бәрі анау дін ғылымның анасы республикалық мүшәйрадан бас жүлде алдық. Жаңағы Әбілда Тәжібаев атамыздың сол осындай мерейтойында тағы бас жүлде алды. Соның бары сол бас жүлделердің бас бәйге Оралхан Бөкейден оқуларынан, соның барлығы бір 19-20 жылдар 21-де бір екеу болды ғой. Одан кейін арада қаншама уақыттан кейін міне былтыр 25 жылы осы онда да сол жаңағы жастар ресурстық орталығы әріптесім Айғаныш деген қатысыңызшы, осыған біздің ауданның абыройы ғой, бізге қатысатын ешкім болмай тұр деп барып сол мерекеге барып, мереке жеріне ойып тұрып облыстан бас жүлдені алып келгенбіз. Сол кезде барлығы риза болып зиялы қауым өкілдері құшақтап бетінен сүйіп, әйтпесе жаңа Маралхан Төре бар, тағы бір екі ақын сол меркенің жерінен көптеген ақындар қатысты негізінде. Мін солар бұра тартқан жоқ ешқандай. Таза жеңіс болды. Енді оның бәрі өзімізден ғой. Әйтпесе адам оқимын десе қазір барлығы көп қой. Мысалы кітапханаға да бармайсың, әлеуметтік желі жаңағы Гуглдан ашып электронды кітаптан оқысаң да болады. Енді кішкене бір шығармашылық не шығар, тоқырау шығар. Жақсы, түсінікті. Қазір енді Қордай аудандық мәдениет үйінде қандай жобалар жүзеге асып жатыр екен? Енді мына бізде аудандарға бағыт бағдар беретін осы шығармашылық жағынан көбіне осы біз алатын бір дүниелерді осы облыс халық шығармашылық орталығынан аламыз, жасыратын жоқ. Мен өзім ауданға барып біліп жатырмын. Мысалы өнер көзі халықта деген байқау өтеді. Енді биыл соны өз ішімізде енді Қордайдың ішіндегі тасада жатқан таланттарды табу мақсатында, түкпір ауылдардан тарту мақсатында өнер көзі халықта деген үлкен осы аудандық
байқау жүзеге асқалы жатыр. Енді ауылдық іріктеу кезеңі, одан кейін аудандық деңгейде. Одан кейін жаңа есім, ол да біздің осы облысқа шығармашылық орталығынан алған дүниеміз. Оның облыстық кезеңі де бар. Мысалы енді мейлінше өнерге бейім жандарды табу мақсатында жасалып жатқан дүниелер ғой. Осы дүниелерді айта аламын. Ал жаңағы қыз сыны, әже мен келін, қариялар байқауы, жаңағы батагөй қариялар байқауы деген дүниелер жылдағы жүзеге асып жатқан дәстүрлі түрдегі шаралар. Енді осы ауыл аймақтағы мәдени белсенділікті арттыру үшін осы жобаларды биылдан бастап қолға алып жатсыздар ма? Иә, жоқ, алдындағы жылдарда болып келе жатыр ғой. Енді жалпы негізі түп тамыры осы облыс халық шығармашылығы орталығынан шыққан байқау ғой. Соны біз енді өз ішімізде өткізейік деген енді мынау аудандық деңгейдегі мәдениетті дамытуда қандай да бір кедергілер жоқ па? Мүмкін емес қой. Ешқандай кедергі жоқ. Соңғы жылдары міне қаншама мәдениет үйлері ашылып жатыр, мәдени ошақтар, штаттар бөлініп жатыр, үйірмелерге бөлініп жатыр штаттар. Тиісінше оған сай қадағалау тексерістер де көп. Қайта соңғы жылдары осыдан біраз жыл бұрын клубтың есігінде қара құлып тұрады деген жылдар болып кетіп еді ғой. Қазір ешқандай, мен жеке осы өз ауданымызда айта аламын, Қордай ауданында ондай құлып тұратын клуб жоқ. Қордай ауданында қанша мәдени ошақтары бар? 23. 12-еуі апаттық жағдай деп танылған. 21 аудандық мәдениет үйімен қосқанда 21. Ол енді апаттық жағдайдағы мәдениет ошақтарын жөндеу жұмыстарын күн тәртібіне қойдыңыздар ма? Иә, қойылған. Ол ұсыныс беріліп жоғары жақтан өз кезең-кезеңімен жүзеге асатын сол өзінің сатысында тұр. Жаңадан мәдени нысандар ашылып жатыр. Былтыр мысалы Сутөрде, одан кейін жаңа Қақпатаста 2 бірдей ауылдық мәдениет үйі ашылды. Біреуі 90, біреуі 180 орындық. Жалпы жақсы. Енді қазір барлығы мына әлеуметтік желі дамыған заманда барлығы тез таралады, тиімділігі осы, барлық дүние тез бір-біріне жетеді, жаңалық. Сондықтан халықтың да көзі ашық, ондай дүниеге жол берілмейді ғой негізінде. Енді Елекен, мәдениет үйінде жаңа үйірмелер жұмыс істеп жатыр деп айтып қалдыңыз ғой. Қандай үйірмелер жұмыс істеп жүзеге асып жатыр? Домбыра, би, ән, одан кейін ерекше айтып өтетініміз мынау бізде робототехника өте, енді мына Қақпатас ауылдық мәдениет үйінде, жоқ, Бетқайнарда, Қақпатасқа да енді беретін шығар бұйырса. Жас IT маманы, жас жігіт, 2002 жылғы ма, қателеспесем 2000 жылғы ма, анау енді керемет жасаған дүниелер, оны көру керек. Сол одан кейін ол нәрсе қай ауылда бар, ұмытып қалдым. Кенен ауылында, Кенен ауылдық мәдениет үйінде қуыршақ театры бар. Оның бәрі сол қазіргі мына жастардың, сол саланы бітіріп келіп жатқан жастармен ортамыздың толығуының нәтижесі деп не қыламын. Ал енді жаңағы домбыра, би, қолөнердің өзімен ерекше айтып өтейінші. Анау біз атынан шатасатын бір шығыс дейді, Қытай өнері дейді, анау киізден ерекше жасалған дүниелерді көргенде енді керемет. Ауылға шықсақ біз ойлаймыз ғой, кейде осылар не істейді деген адамдар болады ғой, сыртқы көзбен қарағанда. Енді ауылға шығып сол кісілердің дүниесін көрсеңіз, енді көз сүйсінеді. Шын таланттар ауылда. Қордайым құтты мекенім деген былтыр аудан әкімінің тапсырмасына сәйкес сол кісінің тікелей қадағалауымен әр ауылдардың жаңағы әр аптаның жұмасында біздің орталық саябақта шара өтті. Бұл енді жалғыз мәдениет емес, ауыл әкімшілігіне жүктелген, оның ішіне сонда спортың да қарайды, мәдениетің де қарайды. Жаңа парктың ішіне кіре берісінен бастап қолөнері тұрады, одан концерт бағдарламасы бар, шағын жарты сағаттық. Енді сол дүниелерді көрсеңіз, солар
анық көрсететін дүниелерді мәдениет қызметкерлерінің атқарып жатқан жұмыстарын, олардың сыртқа барғандағы мысалы ән конкурстарына, би конкурстарына, осы қолөнер болсын, қандай да бір сырттағы барған тәжірибелерін осы біздің ауданға келіп көрсетіп жатқандарды көреміз. Бәрекелді. Өйткені қатты дамып жатыр ғой. Мен бір ғана айтайын, халық театрлары осыдан 3 жыл бұрын біз Ерлан Әуесбаев, Нұралы Абдуллаев, өзіміздің режиссер, мен бар, өзі бас редакторым, ол Салшан орталығында аудандарды аралаған кезде сол осы жоқ 3 емес 3 жылдан асып кетті болсын, 4 жыл ма, сол кездегі халық театрларының деңгейінен бүгінгі халық театрларының деңгейі жер мен көктей ғой. Көрдіңіз ба? Үлкен жетістік. Бұл да әлеуметтік желіден қарағанның, ізденгендігінің жаңағы қандай да бір осы жаңағы көп қой, мысалы сатиралық байқаулар болып жатады жылда, Мірдің оғы, республикада талас 3-ші дүркін жүлдесін алып келген шығар биыл, қателеспесем. Сондай сыртқа шығып көргеннің мынау жаңағы таным көкжиектің кеңейгендігінің нәтижесі шығар, қатты дамып жатыр. Енді сәл қолыңды қалтаңа салсаң озып кететін заман болып тұр ғой. Кәдімгідей барлығы қазір қарқынды. Ол жаңағы әнде болсын, сол театр саласында болсын. Өзіңіз айтып қалдыңыз ғой, ауылдағы жетістіктерді. Енді осы жастардың кітапқа, және өзіңіз айтқандай театрға, поэзия кештеріне қызығушылықтарының деңгейі қазір қандай? Жоғары. Өте жоғары. Өте жоғары деп айтайыншы. Себебі мынау тағы да әлеуметтік желіден ғой қараймыз. Мынау қазір көбіңіз білетін шығарсыздар, көрінеді, тиктоктан да көп шығады, жанды дауысты ән айтады. Осындай кішкентай бір зал болсын, кішкентай кофехана болсын, шайхана болсын, кафе барып жігіттер ғой деймін. Бізде де мынау Ерсылан бауырым бастаған былтыр осы Қордайда жаңағы жастар күнінде мемлекет сол концерт қойды, жаңағы этнофольклорлық тобымен. Кәдімгі жанды дауыста ән айтатын осындай топтар көп, және соған келетін жастар көп. Бұрынғы ескі әндерді қазіргі заманауи жанрға лайықтап насихаттап жүрген осындай 5-6 жігіттен тұратын өзіндік жаңағы көрермендері бар. Олар жаңағы әр жерге, елге гастрольдік сапармен барып жатқанын көріп отырмын. Осындай кішкентай үстелде шайларын, кішкентай кофелерін ішіп тамашалап, поэзия кештері, сондай театрға барып жатыр, киноға барып жатыр. Енді киноның да не нәрсе жақсы болса, оған халық жастар тартылады ғой, назары бұрылады. Мысалы, демек, аудандағы жастардың мәдени талғамы өте жоғары. Бұрынғы ескілік деп немқұрайлы қарамайды ғой қазір. Иә. Себебі жаңағы былайша айтқанда алдай алмайсың ғой. Қазір барлық мысалы қыз сыны болсын, жігіт сұлтаны болсын, қарапайым бір баланың қазір сахнаға шыға сап, мен түгеншенің ұлымын, руымнан деп таныстырып, бас изеп кете салатын қазір байқау жоқ. Барлық әнмен таныстыру жасайды. Неше түрлі хит әнге сөз жазып, өздерінің фантазияларын қосып, бұның бәрі жаңағы бір-бірімен байланыстың, айналада не болып жатқандығын көріп жатқандығының нәтижесі деп ойлаймын. Ешкімді қазір андай қарапайым дүниемен алдай алмайсың. Яғни көрермендерді дегенім ғой, көз қарақты. Аудандық мәдениет үйінің биылғы ірі жобалары атап айта аласыз ба? Сол жаңа есім бар, өнер көзі халықта. Енді мына сыртқа бір мәдени тәжірибе алмасу мақсатында ол енді облыстың ұйымдастыруымен өтетін үлкен іс-шаралар бар. Жаңағы арт тим билдинг былтыр ең бірінші Талас ауданында өтті. Енді биыл Байзақ ауданында өтеді деп жоспарланып жатыр екен. Сол сияқты үлкен шаралар бар. Оған дайындықты сол қазірден бастап жатырмыз. Жалпы мәдениет үйінде ұжымда қанша қызметкер жұмыс жасайды? Бүкіл аудан бойынша 300-ге жуық. Оның ішінде мынау енді техникалық қызметкерлері бар. Тең жарты. Сен бұл атаған кезде бір елге тағы да ойпырмай осылар десек те мүмкін. Бірақ олардың көбісі жаңа бізде енді ерекше Қордай аудандық мәдениет үйі және тарихи өлкетану музейі коммуналдық мемлекеттік қазыналық кәсіпорын.
Бізде Қордай аудандық мәдениет үйі деп аталмайды, жаңа официально атау. Қордай аудандық мәдениет үйі және тарихи өлкетану музейі. Яғни тарихи өлкетану музейі де Қордай аудандық мәдениет үйіне қарайды. Және екеуі бір мекеме, иә? Аха, бір мекеме болғанда ол өз алдына бөлек ғимараты бар, музейдің енді ескі талай жыл тарихы бар. Және де іргесінде тұр ғой. Аха, іргесінде тұр, іргемізде тұр. Бұл Қордай аудандық мәдениет үйіне қарасты мекеме ғой. Оның өзінің директоры меңгеруші болып табылады, меңгеруші деп аталады. Бұл аудандық мәдениет үйі директорына бағынады. Одан кейін бізде 3 парк бар. Ол паркте аудандық мәдениет үйінің балансында. Яғни олардың ішіндегі жаңағы баптаушы дейді, күтуші дейді, аула сыпырушысы бар, қаншама адам қызмет етеді жаңа техникалық. Соның барлығы қосқанда осылай болып саналады ғой. Штаттық бірлігіңіз қанша дегенде осылай аталады. 300-ге жуық. Жақсы, рахмет. Енді мынау биыл Елеке Серік Томанов марқұм ағамыз көзі тірі болса 70 жасқа толар еді. Қазір облыста зиялы қауым бар, жастар бар, осы мәдениет, әдебиет өкілдері бәрі бір өлең оқып жатыр. Біздің мынау халық жазушысы Шерағаның киелі шаңырағына келіп отырып, Серік ағамыздың 70 жастық қарсаңында ол кісінің бір өлең оқымай кетуі мүмкін емес. Әлбетте. Тіпті сізге үлкен сын болуы мүмкін. Сондықтан да Серік ағамыздың бір өлеңін көпшілікке. Биыл Алла қаласа Серік Томан көкеміздің 70 жылдық мерейтойы ғой. Ағымдағы жылы, осы жылы көптеген жаңағы осы өнер өлкесінде жүрген аға бауырларымыз өзіндік үнін қосып, ат салысып, дайындықты бастап кеткен. Оның ішінде осы бірден бір айтатын Азамат Исалы ағамыз бастап осы дүниені жаңағы басын біріктіріп, сол жанашырларға осы өлеңдеп жүрген жігіттердің басын. Сосын ол кісі осы Серік Томановтың 70 жылдығына 70 өлең оқимын деп бастап, кейінірек осы 70 ақынға оқытып, осылай болып жатыр қазір. Қазір әлеуметтік желіде күніге көріп отырсыздар. Қазақстанның түкпір-түкпірінен ақыны бар, жазушысы бар, жасы бар, үлкені бар, барлығы Секеңнің өлеңдерін. Ол былай айтпаса да оқитын еді, бірақ енді басын біріктіріп, айтылып, жұмыс үйлестіріліп тұрды. Ол кісі әйтпесе Серік Томанов ағамыз жарнаманы қажет етпейтін, насихаттаусыз-ақ өз тыңдармандарының жүрегінде кеңінен насихатталып қалған, мәңгі өшпейтін тұлға ғой ол кісі. Енді ауданда міне мүшә серік оқулары деп мүшәйра өткізіліп жатыр. Одан кейін облыстық білім басқармасының ұйымдастыруымен өзім туған інім Батырхан Боранбек дайындалып жатыр. Білім басқармасының ұйымдастыруымен де серік оқулары өткізіліп жатыр. Соған енді жастардың арасында соған дайындалып жатыр. Енді Серік көкеміздің өлеңін жүрген жерде оқып жүреміз. Қандай тақырыптағы өлеңін оқиын? Ол кісі енді саясат туралы көп жазды ғой. Қазақ жері хан базар, қазақ жері хан базар, қазынасын алдасат, елің болсын нан қазар, егінін сат, қан басат деп басталатын өте ауыр өлеңі бар. Сол өлең қатты қазір мынау біреу қазіргі ұрандап думандап тұрған шақта оқитын өлең, оны оқымай-ақ қояйын. Ояу арман деген өлеңі бар, соны оқып берейін көкеміздің. Желмаядай жүрсемді жедел басып, арманым жеткізбейді менен қашып. 90 сезім қояды тос қаулын, үміт күдік санамда тең алмасып. Жалық баяқ жай басар жай аяңнан, арба мен ақ бәз біреу қоян алған. Ал мен болсам келемін алып ұшып адастырып кетердей, ояу арман. Арманы да, мақсаты мүлде бөлек, жұрттан жырақ жан болдым жүрген ерек. Қасаң оймен қашанда қарайды олар, қасына кеп тіл қатсам бірдеңе деп. Мақсатына көздеген жеңіл жетіп, Жигулиді жүр солар безілдетіп. Көңілдетіп, мен дағы күн кешірмем, өмір кетіп барады, өмір кетіп. Жазғырған мен оларды желік бедеп, тіршіліктің заңдары бөлек. Бөлек, өмір қайтып бұрылмас ыңғайыңа кеткеніңмен, баз кешіп, сен өкпелеп. Жүрген сайын қашықтап жырақтаған, жеткізбейтін арманнан мұрат табам. Сол іздеумен өтемін өмірімде, Жигулиде жете алмас, бірақ тоған. Армандарымыз ояу болсын. Арман ояу болса ешқашан адаспаймыз. Мынау қазақта сөз бар ғой, армансыз адам қанатсыз құспен тең деп. Арманыңыз не еді екен? Нені армандайсыз жалпы өмірде?
Ол арманды айтуға бұл арман көп қой бізде. мұқағали атамыз айтпақшы, адамзат бәрін қиялдаған, қиялдап жер бетіне сыя алмаған, ойлап Иә. отырып астындағы кілем мен аспанға да ұшудан ұялмаған дейді. Иә. Біз енді адам болғаннан кейін бәрін армандаймыз. Арманыңыз Енді не? арманда өзінің бір сол сәттегі деңгейіне қарай ұласады ғой. Бала күніміздегі арманымыз үлкен болса екен, жаңағы халық көріп тұрса, мен сахнада жүрсем екен, мен батыр болсам, кейбір жаңағы кейіпкерлерге еліктедік, мен бай болсам деген ой, арман деген бізде таусылмайды. Мен қазір енді бір тыңнан түрен салам, сондай жасағым келеді деп айтпай ақ қояйын. Шынымды айтайын, мен ең бірінші жақындарым жағдайын жасағым келеді. Енді ол кім қалай түсінеді, мынау құр құлқынның қамын ойлаған екен дей ма, ол өзінің патша көңілі білсін. Мысалы, егер сол менің жақындарымды бұйырса, мынау айтады ғой, жаңағы жақсылық жасасаң анаңа жаса, одан кейін анаңа жаса, одан кейін анаңа жаса, одан кейін барып әкеңе жаса, одан кейін барып бауырларыңа, жақындарыңа жаса. Мысалы, садақаның да ең үлкендері сол да. Мысалы, егер мен ойлаған жағдай, мен сол жақындарымның, айналамдағы екі жақсыларымның өзім ойлағандай деңгейге жеткізе алсам, содан кейін барып мен алысқа қарайтын шығармын. Әйтпесе мен қолымнан қазір мен қалай алысқа қарай аламын? Мен өзім қанатым енді қатайып келе жатқан кезде мен қанатым сынады ғой. Сондықтан бұйырса бәрі жақсы болады. Бәрекелді, рахмет. Айналамыздағы осы ең бірінші мынау ел аман, жұрт тыныш болсыншы. Соғыс болмаса ең басты арман. Біздің үйде үлкендердің де арманы сол. Бейбітшілік болса, және осы жаңағы теңдігімізден, жаңа Құдай жаманның жаласынан, дұшпанның табасынан сақтап тұрса, бізде бәрі жақсы болады. Рахмет Ерекені. Абай атамыз айтпақшы, атаның ұлы емес, адамның ұлы бол дейді. Мына сіздің арманыңыз ата емес, адамның ұлы тәрізді ой арман екен. Рахмет сізге. Мынау шығыстағы Қордай ауданы деп отырмыз ғой. Бізге қарағанда әлдеқайда күннің сәулесін бірінші көресіз. Сол секілді жақсылықтарды, қуаныштарды әрқашан бірінші көре беріңіз, Елдар мырза. Бүгінгі біздің алғашқы руханият атты үлкен бағдарламамызға келіп, ой бөлісіп, пікір білдіргеніңізге көп рахмет айтамын. Халық жазушы Шерхан атамыздың аруағы, рухы қорғап, жебеп, шабыттандырып жүре берсін. Енді мына қуыс үйден құр шықпа деген қазақта сөз бар. Мына шер деген өзіңіз білесіз, соңғы мынау бірнеше жылдан бері, 10 жыл деп айтсақ артық емес, прозашылар кенжелеп қалды. Көбінде мынау поэзияшылар, айтыскер ақындарына мынау басшылықтардың, жоғары жақтағы көкелердің ынтасы, көңіл ауғанмен, қалам сүйге берген прозашыларға көп көңіл бөлмей кеткен. Осы былтыр руханият орталығы осы мәселені көтеріп, өңірдегі жас прозашылар жинап, олардың мұң-мұқтажын, ойларын, пікірлерін, жоспарларын біліп, сол кісілердің сүйкеп жүрген тырнақалды еңбектерін бәрін жинақтап шығарғанбыз. Шер деп аталады, өзіміздің жергілікті жас прозашылар. Осы шер прозашыларын сізге аса жоғары ілтипатпен сыйға беремін. Рахмет. Рахмет Ереке. Алмасақ.